Так, короче. Вольер саламыз. Ұзындығы 2 метр. Ені 1,25. Так. Бай. Ең ұзындығы 2 метр. Ені 1,25. Жерде үйшігі болады. Вольер жалпы көрінісі осындай болу керек. Ағашты осылай жасасам ба деп тұрмын. Мына жерде крыша кетеді. Мына ағаш былайынан 2 ағаш 2 метрден болады. 2 метр осындай ағаштан 2, осы 2. Потом тағы да 2 керек. Получается 4 жағына.沉浸在往昔的时光，悠悠岁月刻在心房，脑海中的画面是记忆宝藏，历经风雨沧桑，感受时光流淌。旧时光是难忘的过往，岁月的痕迹我们不能忘。旧时光是心中的渴望，积极向前拥抱希望。徘徊在记忆的长廊，感慨万千思绪飞扬，温暖的Короче, мен мынаны қысқартамын деп шештім. Что-то слишком ұзын болып кетті. Примерно осындай 1 метр қылып, тағы да 10 сантиметр қосам. Сол кезде 100-10 болады. Примерно. Получается, бір ағаш кетеді еще. Қазір көреміз, кесіп. Бүгін, короче, неше күн өтті, біраз күн өтті, по идее. Қазір жинаймыз, қағып. И қазір таймлапспен тез болады, короче. Қағып қойдым, 2 жағын. Получается, мынау алды, мынау арты. Қазір 2 жағын қосады, төбесі 2 жағын қосады. И мына жерге тағы да бір не жіберу керек болып тұр. Потому что мынау ағаш слабый, кішкене. И төбесіне шифр емес сандай. Ну, короче, надо темір қойған кезде ұстау керек мынау.
Так, скелет, каркас дайын. Так, мына жерде есік. Есік ашады. Кіреді, получается. Асты ағаш. И мына жерде тоже андай ағаш. И дальше былай сетка болады. Пока осылай. Так. Ағаштарды қағып қойдық. Астыңға. И мына жерде қағып қойдық. Мына жерге енді сетка қойып қалды. И төбесіне тағы да ағаштар қойып крыша қою керек. Қазір соны жасаймыз. Так, біздің вольер почти дайын. Сетка қойдым и крыша қойдым. И арасын андай не UTP кабельмен қысып тастадым, чтоб оңай алынбас үшін. И мына төбесін тоже маған бүйтіп сыммен байлайтын шығармын. Осылай әр жағынан. Соны жасауға қалды. И мына жерін кішкене кесу қалды. Дұрыстап жіберу. Потом есік жасау керек. И мына жерге ойлап отырмын бір тоже сетка қойып и типа тамақ бергенге не қойсам ба деп ашып салатын. Мына жерін жабу керек. Сонымен вольер бізде дайын. Так, мында жерлерін темірмен, осы кабельмен байлап қойдық. Мына жерге ағаш қойдым и мына жер жабылады. Тоже мынандай немен, сеткамен. Есік. Үйшіктің вольердің есігі осындай болады. И ол бізде былай тұрады. Осылай тұрады, короче. Мына жерде ашық-машық. Үш жерден. Ар жағында есік ұстап тұратын. И вольері дайын болады. И мына жерге өзінің қазіргі үйшігі тұрады. Жалғастырайын десем, уже кеш болып кетті. Ертең жалғастырамын. Так, вольер дайын. Оны мына жерге сия алмады деп едім. Мына жерге сыймай қалды. Мына несі крышасы ұзын болып кетті. Неқтен сыймайды екен. Будущем бай болгаркамен бүйтіп кесіп, и бай кесек дальше бай сияды. Негізі. Пока осылай тұрады енді. Мына жерде Джошуа кіріп алды уже. Че там Джошуа? Джошуаның бұрынғы үйі. 时光是珍贵的回响，指引我们走向未来的方向。旧时光是永恒的乐章，走向生命旋路，追逐梦想。